бір бөлім. Өмір енді басталғандай болатын. Мен үшін ғана емес шығар. Жалпы мектепті аяқтап қалаға оқуға кету деген ауыл баласы үшін есейумен бірдей. Шындығында ол шақта бәріміз де баламыз. 11-ші сыныпты бітіріп, арман қуып мен де қалаға келдім. Сол кезде Айдоспен таныстым. Балғын шақтың достығы сезімге ұласып, мен оған қатты бауыр басып қалдым. Оған әбден ынтық болғаным соншалықты телефонмен сөйлеспесем тұра алмайтынмын. Сол кездесулердің бірінде ол мені төсек қатынасына итермеледі. Жауапсыздығымыздың жеткен жері менің аяғым ауыр болып қалуы. Айдосқа айтқанымда басын ала қашты. Баланы алдырт, мен сені алмаймын. Мен сені жақсы көрмеймін деп қоймады. Сені аламын, қорықпа деген серті далада қалды. Оның айтқан сөздерін естіп қатты жыладым. Алмай қояды деп ойлаған мен. Баланы алдырмаймын. Мені алмасаң үстіңнен арыз жазамын деп қорқыттым. Ешқандай аборт жасатпай, арты не боларында таразыламастан ауылға кетіп қалдым. Басыма түскен ауыртпалықты көтеруге дайында болғандаймын. Арада 15 күн өткен соң, ұялы телефоным шыр ете түсті. Айдос хабарласып маған үйленетінін айтты. Бұған келіспеске шара жоқ. Етегімді алғаш көтерген адам, және оны өлердей жақсы көретімін. Айтқан сөздеріне өкпелі болсам да, намыстан аттадым. Өз өміріне әрең қабылдаған адаммен сол күннің кешінде қашып кеттім. Осылай босаға аттап орамал жабылды. Беташар болып кешке төсек салып екеумізді қосты. Қыздық белгімді байқамаған абысындарым енеме айтыпты. Ата-енем екеумізді отырғызып сөйлесті. Мен бар болған жағдайдың ашығын айтып, сол үйге келін болып қалдым. 7 айдан соң ұлды болдық. Айдос қалаға жұмысқа кетіп қалды. Мен үйде баламен ата-енеммен қалдым. Ол қалада мен ауылда сол айлар, жылдар өте берді. 3 айда бір рет келіп қонып кетіп қалатын. Осылайша екінші рет аяғым ауыр болып қалды. Менен емес деп жала жапты. Жағдайда ата-енем айттым. Олар ұлдарымен сөйлесіп мені ешқайда шықпайтынымды айтса да сенбеді. Бұл енді өтірік пәле салып жүргені анықталар уақыт жақындады. Бір күні айтпай артынан қалаға барғанмын. Құпия. 2 бөлім. Әйел сезімтал жаратылыс қой. Ақиқатты өзім білгендей ескертпестен бардым. Тұрып жатқан пәтеріне бір қызды кіргізіп алыпты. Кімсің дедім, әйелі екенімді білдіртпей. Жақында үйленіс қызымын деп қояды. Ұлына алып бермеген киім-кешекті сол кездегі телефонда әлгі қызға алып берген екен. Көзіме шөп салып жүргеніне көзім жеткенмен, ештеңе деместен шығып кеттім. Шындық ащы келеді ғой. Мені жақсы көрмейтінін айтып жүретін үйдегілеріне. Өкініштен шығып жатқан көз жасымды тоқталмай, кеудемді ұра бердім. Сол кезде баланы алдырт дегенде неге алдыра салмадым екен деген ойлар келді. Қаладан ауылға кетіп бара жатып жол бойы ойланып, барлығын ой елегімнен өткіздім. Ата-енеме болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Баласын тастап қайда барады дейсің, кетпе. Ат айналып қызығын табады, жылап сықтағаннан пайда жоқ деп басу айтты. Айдос болса артымнан ауылға келіп алды. Үйімізде біраз күн ұрыс, жанжал орнады. Күнде таяқтың астына алса да балаларым үшін шыдадым. Менің кеткенімді де қалаған болар. Аяғым ауыр екенде де қарамай ұратын. Төркініме бармай кеткеннен кейін менен хабар ала алмаған әке-шешем өздері іздеп келіпті. Көк ала қойдай түрімді көрген олар мені алып кетті. Үйге барып заңға жүгіндім. Үстінен арыз жазған кімге ұнасын. Арамыз одан бетер суып, ақыры ажырасып тындық. Айдосқа ерегестім бе, жеңгеме 2 баламен сыймаймын деп ойладым ба, ұлымды тастап кеттім. Соңғы кетерімде енеме. Әкесі қарамайтын баламен қалай өмір сүремін, қызым да жетеді. Содан кейін ол сіздерді мама деп атайды, мені жеңге дейді, солай болып қала берсін деп кесіп айттым. Сен де бақытты болуға лайықтысың, солай шешсең өзің білесің деп соңғы сөзін айтып батасын берді. Ұлымның жетім болып әркімнің қолына қарағанын қаламадым. Кейін қандай күйеу жолығатыны да Құдайға ғана аян. Ата-енем жақсы болғандықтан баламды солардың атына жазып бердім. Артынан жаудың қолына тастап жатқаным жоқ қой деп өз-өзімді жұбаттым. Құпия. 3 бөлім. Айдос арызымды алдыру мақсатында қосылайық деп келді. Мен арызымды алсам да, оған қайтып бармадым. Қызымды төркінімде жүріп босандым.
Қайтып келген қызды кім жақтырсын? Шаңырақта отырған жеңгеме ол ұнамады. Шай, тамақ берсе де ішсең іш, ішпесең қой деп беретін. Қылықтарына түңіліп жылайтынмын. Барған жеріңнен неге келдің, әке-шешеңді ойламадың ба? Дегенін естіген ағам екеуі ұрсып қалған күндері болған. Үйде кішкентай бауырыма ғана бар сырымды айтатынмын. Арада уақыт өткен соң өзімнен 9 жасқа үлкен жігітпен таныстым. 3 ай сөйлесіп қолымды бір сілтеп тиіп кеттім. Мені қабылдап қызымды атына жазып алды. Бірінші некеден көрмеген махаббатты сол кісіден көрдім. Мейірімді, ақ көңіл жан. Бір ұл, 3 қыз туып бердім. Қызымды өз қызындай көреді. Бірақ бұл кісіден жасырған құпиям бар. Ол менің бірінші некемдегі ұлым. Бұл сырымды туыстарымнан басқа ешкім білмейді. Басында онымен танысқанымда қызым ғана бар деп сөйлестім. Бар қателігім осы. Үйленбеген жігіт болған соң ұлым жайлы айтпадым. Былтыр әкем қайтқан. Жасырғанымды күйеуіме айтым, ажырасып кетсем 5 баламен қайда барам деп те ойлаймын. Жеңгеммен де арамыз дұрыс емес. Жабулы қазан жабулы күйінде қала берсе қалай деп тағы ойлаймын. Ұлымды ойламаған кезім болмаған. Оны көрмегеніме 8 жылдың жүзі болды. Сыртынан бақылайын деп әлеуметтік желілерден де іздеп көргенімде таппадым. Әкесі оған дұрыс қарамаушы еді. Ол болса үйленіп қайын жұртымен тұрады екен. Қазірде көңіл бөлмейтіні анық. Ертең ата-енемнің көзі кетсе, ол балаға не болады деп те ойланамын. Енді сол өтірікпен бақыт құшып, осы өтірігім үшін бақытымнан айырылып қаламын деген қорқынышым бар. Мен тек қана бақытты болғысы келген адамның бірімін. Мені сөгетіндер де аз емес екенін білемін. Не ойласаңыз да мендегі құпия осы. Соңы. Кейіпкерге берер кеңесіңіз қандай, оқырман?